Торай папамын. Бұл менің кішкентай інім Джордж. Бұл шошқа мама, а бұл шошқа папа. Торай папа. Табиғат аясында демалыс. Пеппаның жанұясы фургондарымен демалыста жүр. Қайырлы таң, менің кішкентай торайларым. Қайырлы таң, шошқа папа. Мен табиғатта демалуды жақсы көрем. Біз қаладан тысқары жерде болғанымыздықтан, күнімізді табиғатты тамашалаумен өткізе аламыз деп ойлаймын. Жақсы ой, шошқа мама. Табиғат туралы бағдарламаны қарайық. Табиғат ғажайыптарының бірі құстар. Қандай сүйкімді. Кет кішкентай құс. Біз теледидарды естімей отырмыз. Түу, шошқа папа, демалысты табиғат аясында өткізіп, тек теледидарды қарау дұрыс болмайды. Біз оны үйде істей аламыз. Дұрыс ойлайсың, шошқа мама. Біз бара алатын қызықты жерлер молшылық. Ағаштар дүниесі бар. Ағаштар дүниесі деген не? Ағаштар дүниесі деген ағаштарға толы үлкен орман. Кішкене, қызықсыз сияқты. Картоптар қаласы да бар екен. Картоптар қаласы деген не? Бұл соңында картоптың дәмін көрумен аяқталатын картоп алқаптарына саяхат екен. Қызық сияқты. Тағы да үйректер мекені бар. Үйректер мекені деген не? Бұл үйректерге толы кең өзен екен. Үйректер мекеніне барайық. Пеппа мен Джордж үйректерді жақсы көреді. Үйректер мекеніне қалай барамыз? Фургон бізге жол көрсете алады. Сәлеметсіз бе? Бүгін қайда барасыз? Үйректер мекеніне апарыңызшы. Тура бағытпен алға қарай жүре беріңіз. Үйректер мекеніне фургонмен барамыз. Үйректер мекеніне қош келдіңіздер. Қанша билет аласыздар? 2 ересек және 2 балаға. Үйректермен уақыттарыңыз жақсы өтсін. Үйректер қайда? Бәлкім олар демалыста шығар. Серуенге алған түскі асымызды ішейік. Үйректер әрдайым біз. Тамақ ішкен кезде келеді. Пеппа мен Джордж серуенде тамақ ішуді жақсы көреді. Қараңдар, үйректер. Тоқта, папа, нанды үйректерге беріміз керек. Жарайды. Сәлем, үйрек ханым. Көбірек үйректер келді. Барлық інілері мен сіңілері де осында. Енді одан да көбірек үйрек келді. Мынау әже үйрек пен ата үйрек. Енді барлық ағалары мен тәтелері келді. Енді тамақтан түк те қалмады. Үйректер, шошқа папаға рахмет деңдер. Астарың болсын. Мен үйректер мекенін жақсы көрем. Үйге қайтатын уақыт келді. Үйге апаратын ең қысқа жол қайсысы екен? Тура бағытта өзенге қарай жүріңіз. Сенімдісің бе? Я, өзеннің ішіне кіріңіз. Бірақ біз өзенге кіре алмаймыз. Я, бұл сандырақтап тұр. Көк батырманы басуыңызды сұраймын. Фургон өзеннің ішіне кірді. Біздің фургон қайыққа айналды. Шын айтсам, мен мұндайды күтпедім. Болашақтың көлігіне қош келдіңіздер. Қараңдар, бұл ит ата және көшік Дэнни. Қалай, шошқа папа? Қалайсыңдар? Өзеннің астында фургонмен жүземіз. Келесі жотаның үстіне жүре беріңіз. Сіз белгіленген жеріңізге жеттіңіз. Біз жетеміз. Тамаша демалыс үшін рахмет, фургон ханым. Оқасы жоқ. Демалысқа барған жақсы, бірақ өзіміздің кішкентай үйде болған одан да жақсы. Қайырлы түн, менің кішкентай торайларым. Қайырлы түн. Торай папа. Торай папа.